эхо. Коктейлді қалай жасау керек екенін көрсетемін. Енді қараңыздар, 400 мг су құямыз. Мында өлшеп аламыз. 400 бірінші су құямыз. Әйтпесе жабысып қалады. Және дыня бізде осындай мынандай коктейльдер бар. Негізі осындай дыня өнімі, бірақ мен қазір үлкенін алып жатырмын. Андай мерная ложка деп айтады, я? 2. Қараңыздар, дынядан 2 қосып тұрмын. Негізі көбірек жасасаңыздар, көп қосуға болады. Енді қараңыз, 3-ші коктейль. Тағы да нежный шоколад қосамын. Не 3 қасық. Мен дыня қостым 2 қасық. Әртүрлі өзіңіздің неңізге байланысты, қажетіңізге байланысты әртүрлі өнімдерді қосуға болады. Бізде 12 түрлі коктейль бар. Кофе латте деген, ванил, әртүрлі дән өнімдердің вкусы дейді ғой. Так, вкусы деген қалай? Дәмі әртүрлі, е? Осылай жасаймыз. Және негізі 2-3 коктейль негізі қосқан өте дәмді болады. Әртүрлі вкустан. Және бірнеше адамға жасасаңыз солай қоюырақ дәмді болады. Дыняны жарты қосу керек. Басқа өнімдерді қоссаңыз солай күшті болады. Енді әр адам әрқалай, бір адам сұйық жақсы көреді, бір адам қою жақсы көреді. Бізде дыня өнімі қою қылады. Қалғандары кішкене сұйықтау, және шоколадный печенье бізде қою қылады. Араластырып қойып қоямыз. Және бұл жерде сізге белок қажет болса, белок деген өнім бар, яғни Италияны шығарады. Мынандай 2 қасық қосамыз. Бұны енді консультантқа міндетті түрде консультантпен ішу керек. Және мынандай қасықпен 2 қасық қосасыз. Бұны қай уақытта ішу керек, әрине консультанттан сұраңыз. Бұл өте маңызды. Араластырып кішкене қойып, содан кейін ішсеңіз, өте қою жақсы болады. Сондықтан 1 минутқа жетпей қойып қойсаңыз жеткілікті. Коктейлді ішесіз. Üstü. Кешкі және таңғы асты осыны ішсеңіз өте дәмді, пайдалы, күні бойы энергияға толы болып жүруге көмектеседі. Асқазан, іш құрылыстың жүруіне, жақсы жүруіне көмектеседі. Тамақты сіңімді етеді. Дәмі өте керемет. Бізбен бірге болыңыздар. Әрине Гербалайф өнімдерін консультантпен ішіңіз. Консультант, яғни кеңесші. Кеңесшімен міндетті түрде кеңесшімен ішіңіз. Лайк басамыз. Ұнаса лайк басыңыздар.